Сәке партия ашшы дейді. Бұл сұраққа мен жауап беріп қойдым. Қазақстанда дәл қазір тіркелген партиялардың ешқайсысы қазақтың тағдырын шешетін функцияға ие емес. Яғни нұрбилік, нұрғауындық жүйе, мынау біздің диктатуралық жүйенің тіркелген партиясының ешқайсысы, Нұрмамай, Нұралтай, тағы басқалардың барлығы, тіпті анау кезіндегі Жармақанның бәрі, олар ешқандай мәселені шеше алмайды. Сәл қисық болып қапты, кешіріңіздер, дұрыстап өрейін. Енді дұрыс болмау дейді. Сондықтан менің партия ашшы дегенде, ол партияны аштым ма? Оны Нұрбилік тіркеді деп ойлайсыздар ма? Жоқ, мүмкін емес. Ал Нұрмамай болып, өтірік айғайлап, өтірік митинг өткізуге ар-ұждан шыдамайды. Олар маған қызметті де ұсынды, мансап, ақша бәрін ұсынды. Оның бәрінен бас тарттық. Мен қалтам жұқа болып, жағдайым тым мәзін емес болса да, ұятымды арымды сатпай, тіпті Америкада таксабайт қылып, крекештік жасасам да, ресторанда еден сүрсем де, университеттерде лекция сөйлесем де, тым $1 миллион табысы жоқ қарапайым жігіт болып, арзан жеңіл машина мініп жүрсем де, мен ұятымды арымды сатпай, нұрғауындық жүйеге қызмет істемей, нұрғауындардың $1 теңге арам ақшасын алмай, таза өмір сүрдім. Және осы күнге дейін сол таза өмір сүрген үшін мақтанамын. Екіншіден, ол партияны қайда тіркейсің? Нұрғауын тіркей ме? Мүмкін емес. Өллахи беллахи тіркемейді. Міне. Сондықтан партия ашшы деген әңгіме бұл жерде. Егер Нұрғауынның тіркеуінен өтетін партия ашсаң, онда маймыл боласың деген сөз. Ал мен маймыл болмаймын. Онда партия ашпайсың деген сөз ба? Партия ашасың. Партия саяси күресті жоқ. Сондықтан ол партия ашшы деген сұрақ, анау бірінші сұраққа жауап беріп жатырмын. Міне, қазіргі біздің Атажұрт Қазақ Human Rights, Атажұрт қазақтың құқын қорғау, Атажұрт адам құқы, Атажұрт қазақ адам құқы. Бұл осының партия деп. Атажұрт партиясы. Атажұрт партиясы дейді. Немесе қазақ құқы партиясы, немесе Атажұрт қазақ құқы партиясы. Бұл осының партия деп. Менің партиямның бас штабы міне YouTube арнасы, немесе кейде қолданатын Facebook арнамыз. Болды. Партия осы, партияның штабында отырсыздар. Қазір міне партияның 8-ші кезекті съезі дейміз ба? 8.000-ші ретті съезі ма? 407 партияның мүшесі қатысып отырсыздар. Болды. Партия деген осы. Атажұрт Қазақ Human Rights партиясы.